Танымал ағылшын әншісі Адель өзіне жарасымды толықша келген сымбатымен де халықтың сүйіктісіне айналғандай. Ол сахнадағы әншінің арық болуы міндетті емес екенін дәлелдеген жұлдыз. Бүгінде 30-дағы әнші әлем бойынша ең табысы мол жұлдыздар қатарында. Американдық актриса Брюер Джейми өзінің Дауна синдромымен ауыратынына қарамастан өте танымал. Ол американская история ужасов телехикаясындағы рөлінің арқасында танымалдылыққа ие болған. Тіпті 2015 жылы Нью-Йорктегі сән апталығында подиумнан жүріп өткен. Топ-модель по-американски шоуының финалисті болған Винни Харлоу, Голливудтың топ сәнбикелерінің бірі. Кішкентайынан тері ауруының ауыр түрімен ауыратын ол сол кемшілігінің арқасында осыншама жетістікке жетіп отыр. Тильда Суинтон өзінің ешкімге ұқсамайтын келбетімен атақты кино жұлдызға айналған. Оны тіпті әлемнің ең танымал дизайнерлері өз музасына айналдырған. Бүгінде жасы 60-қа келген жұлдыздың қоржында көптеген марапаттар бар. Ал Пинк өзінің ерекше стилімен ән орындауының арқасында талайларды мойындатып, халық сүйіктісіне айналған. Ол Голливудтың сұлулық стандарттарына көңіл аудармай, өз қалпында қала білді. Соның арқасында ол 2018 жылдың ең сұлу әйелі атанды.